Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған сабағымның тақырыбы сызықтық теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару. Математика 6 сынып. Пән мұғалімі Келдібаева Ақмарал Алибековна. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты мәтінді есептерді сызықтық теңдеулерді құру арқылы шығару. Бүгінгі сабағымыздың құндылығы есеп шығару кезінде әділдік, еңбекқорлық және біліктілік қасиеттерін дамыту. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді пайдаланып, мәтінді есептерді теңдеу түрінде құрып, дұрыс шешуге үйренеміз. Бұл арқылы біз логикалық және аналитикалық ойлау қабілетімізді дамытып, шешімге жүйелі түрде келуді қалыптастырамыз. Сондай-ақ есептерді шешуде шындық пен дәлдікке сүйеніп, өз жұмысымызды әділ бағалауға, табандылық пен соңына дейін жеткізуге үйренеміз. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын ең алдымен өткен сабақты пысықтап алайық. Learning App бағдарламасы арқылы миллион кімге бұйырады ойынымен өткен есептерді қайталайық. 2х қосылған 17 тең 22 қосылған 3х. Берілген сызықтық теңдеудегі белгісіз айнымалыларды бір жаққа, сан мәндерін екінші жаққа көшіру арқылы есепті шығарамыз. Жауабы -5. 18 қосылған 3х тең х қосылған 14. Жауабы -2. 25 азайтылған 4х тең 12 азайтылған 5х. Жауабы -13. 13х қосылған 27 тең 16х қосылған 4,5. Жауабы -7,5. 21х қосылған 45 тең 17 қосылған 14х. Жауабы -4. 13х қосылған 70 тең 2х қосылған 15. Жауабы -5. Жарайсың, үй жұмысын қатесіз орындадың. Енді бүгінгі тақырыбымызды бастайық. Мәтінді есепті теңдеу арқылы шығару қадамдары. Бірінші қадам – есептің шартын түсіну. Ең алдымен есепті мұқият оқимыз. Қандай шамалар белгілі, қандай шамалар белгісіз екенін анықтау маңызды. Екінші қадам – айнымалыны енгізу. Белгісіз шаманы x деп белгілейміз. Бұл есепті жеңілдетудің негізгі бөлігі. Үшінші қадам – теңдеу құру. Есептің шарты бойынша теңдеу құрамыз. Мәтіндегі сөйлемді математикалық түрде жазамыз. Төртінші қадам – тексеру және жауабын жазу. Алынған нәтижені есептің шартына қойып, тексеріп көреміз. Қадам – теңдеуді шешу. Теңдеудегі ұқсас мүшелерді біріктіріп, x-ті табамыз. Осы қадамдарды дұрыс орындасақ, кез келген мәтінді есепті оңай әрі жылдам теңдеу арқылы шеше аламыз. Енді осы әдістерді қолдана отырып, есептерді шығарып көрейік. Оқулықтағы 784 есеп. Есептің шартын оқиық. 2 санның қосындысы 21-ге тең. 2 еселенген бірінші сан, екінші саннан 3-ке артық. Бірінші санды табыңдар. Есептің шартын оқи отыра теңдеу құрайық. Бірінші санды x деп алып, екінші санды 2х азайтылған 3 деп алайық. Сонда біздің теңдеуіміз x қосылған жақша ішінде 2х азайтылған 3 тең 21 болады. Енді x мәндерін теңдіктің бір жағына, сан мәндерін екінші жағына жинастырып алайық. Сонда x қосылған 2х тең 21 қосылған 3 болады. 3х тең 24, x тең болады 8-ге. Сонда біздің бірінші санымыз 8-ге тең болады. Жауабы 8 саны. Келесі есебіміз оқулықтағы 790 есеп. Қазір әкесі 34 жаста, баласы 11 жаста. Неше жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе артық болады. Есептің шартына сәйкес теңдеу құрамыз. 34 қосылған х тең 2 көбейтілген жақша ішіндегі 11 қосылған х деп алайық. Ең алдымен жақшаны ашып алайық. 34 қосылған х тең 22 қосылған 2х. Енді x мәндерін бір жаққа, сан мәндерін екінші жаққа жинастырайық.
34 азайтылған 22 тең 2x азайтылған x болады. X тең 12. Сонда 12 жылдан кейін әкесі 46 жаста, баласы 23 жаста болады. Жауабы 12 жас. Genially бағдарламасы арқылы тақырыпты бекітейік. Бірінші есеп. Бір санның 2 еселенгеніне 6 санын қосқанда 20 саны шықты. Сол санды тап. Енді теңдеу құрайық. 2x қосылған 6 тең 20. 6 санын теңдіктің арғы бетіне өткізіп, есепті шығарайық. 2x тең 20 азайтылған 6. 2x тең 14. X-тің жауабы 7-ге тең. Екінші есеп. Әлия мен Мараттың жастарының қосындысы 30. Мараттың жасы Әлияның жасынан 4 жасқа кіші. Олардың әрқайсысы неше жаста? Есептің шартына байланысты теңдеу құрамыз және де есептің мәнін табамыз. Жауабы 13 және 17 жас. Келесі үшінші есеп. Қайсы теңдеу шартқа сәйкес келеді? Мектепте футбол добы мен волейбол добы бар. Волейбол добының саны футбол добынан 8-ге көп. Егер футбол добының саны 2 есе көбейтілсе, волейбол добының санына тең болады. Футбол добының санын тап. Жауабы 2x тең x қосылған 8. Жарайсың. Үйге тапсырма. Оқулықтағы 13-ші беттегі номері 796 есепті сызықтық теңдеу құру арқылы шығарып келу. Назарларыңызға рахмет.